Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біле жүр арнасында алма жемісінің пайдасы туралы айтатын боламыз. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Алма тәтті және пайдалы жеміс. Оның құрамында адам қажет ететін дәрумендер мен минералдар бар екені бұрыннан бері белгілі. Адамның тарихы мыңдаған жылдар бұрын басталған. Бұл жеміс көптеген мемлекеттердің мәдениетінде ерекше орын алады. Ежелгі данышпандар күніне 2 алманы жейтін адам ешқашан ауырмайды деп айтқан. Олар қателеспеген, өйткені оның құрамында В, С, Е, калий, кальций, магний, йод және пектин дәрумендері бар. Артықшылықтарына келер болсақ, дәрігерлер көптеген аурулардың алдын алу үшін күніне 1 алма жеуге кеңес береді. Жасыл алмадан аллергия болмайды. Ол шөлді басады, өйткені 87% судан тұрады. Құрамындағы калий мен кальций тіс эмалін және сүйектерді қатайтады. Алма калориясы аз жеміс болып табылады. Сол себепті артық салмақтан тастау диеталарында міндетті түрде қолданылады. Bir күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин деңгейі 16%-ға дейін төмендейді. Алмалар теріге пайдалы. Ол бетті ағартып, терідегі ұсақ тесіктерді және қабынуды кетіруге көмектеседі. Алманың құрамындағы мырыш иммундық жүйені нығайтуға және арықтауға көмектеседі. Инсульт болуы мүмкіндігі 50%-ға азайтады. Ғалымдардың айтуынша, алманы тұрақты түрде тұтыну асқазан безінің қатерлі ісігінен сақтайды. Ас қорытуды жақсартады және ішекті тазартады. Таза ішек зор денсаулықтың кілті. Жасыл алма ұзақ уақыт бойы қорытылады. Сондықтан аштық сезімі білінбейді. Ішек инфекциялары кезінде пайдалы, өйткені оның құрамында каротин, темір және марганец бар. Бұл жемістің көмегімен гастрит ауруын емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуу керек, таңертең жеу керек. Йод алманың құрамында көп мөлшерде болады. Ол қалқанша без ауруының алдын алуға көмегін тигізеді. Алма шырыны мидың қартаюына жол бермейді. Сондықтан Альцгеймер ауруына шалдығу мүмкіндігі төмендейді. А витамині тұмаудан және басқа да жұқпалы аурулардан сақтайды. Гастрит қазіргі кездегі ең көп кездесетін асқазан ауруы. Алма науқастарға аурудың кейбір белгілерін жеңуге көмектеседі. Мысалы, тәтті жемістер асқазанның қышқылдығын төмендетуі мүмкін, ал қышқыл жемістер оны көбейте алады. Сондай-ақ жеміс витаминдердің жетіспеушілігін толтырып, ағзаның түрлі инфекцияларға төзімділігін арттырады. Өршу кезінде жаңа піскен жемістермен бас тартып, оларды пісірілген жемістермен алмастырған дұрыс. Ол қабықша әсерін тигізеді және қабынған шырышты тыныштандырады. Сондықтан гастрит кезінде сіз алмадан бас тартпауыңыз керек, тек дәрігермен тұтыну мөлшерін белгілеп көңіл көтеріңіз. Іш қату ауру емес, бірақ ішектің мұндай дисфункциясы көптеген жағымсыз сәттерді әкелуі мүмкін. Тіпті қатерлік ісіктердің дамуына әкелуі мүмкін. Сондықтан іш қатудан құтылу өте қажет. Қарапайым алма мұндай күресте көмекші бола алады. Бұл ішектерді керемет тазартады және іш қатуды жояды. Ұрықтың тағамдық талшықтары ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Ал талшық іш қатуды қалыпқа келтіріп, ішек қозғалысын қалыпқа келтіреді. Бұл жағдайда тәулігіне 2-3 дана мөлшерін пісірілген жемістерді қолданған жөн. Ол іш қату мен алма шырынын жақсы жеңеді. Оны ұйықтар алдында күніне 1 стақан ішу керек. Осы кеңестерді қолдану арқылы адам іш қатудан арылып, бұл мәселелерді біржола жоя алады. Және де бауыр үшін бауыр адамға ерекше назар аударуды қажет етеді. Алма оның қызметін реттеуге және зиянды заттарды жоюға көмектеседі. Жемістердің құрамын зерттеген ғалымдар алманың адам ағзасына тигізер пайдасы көп деген қорытындыға келді.
келесі пайдалы ақпараттарымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.